Сәлем достар, бүгін 51-ші сабақ көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу. Бүгінгі сабақта барлық тапсырмалар толық айтылады, сабақты соңына дейін көріңіздер. Олай болса кеттік. Бірінші тапсырма. Ыбырай Алтынсарин атындағы марапат қай жылы бекітілгенін анықта. Ыбырай Алтынсарин, суретте көріп тұрсыздар, қазақтың ағартушы педагогы, жазушы, фольклоршы, қоғам қайраткері, этнограф ғалым. Еліміздің үздік педагогтері оның құрметіне тағайындалған Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталады. Өрнекті толық шешетін болсақ, ол марапаттың қай жылы берілгенін табатын боламыз. Мына жерде есептеулер берілген, мұқият қараңыздар. Бірінші, 6636-ны 42-ге бөлеміз, 158 шығады. Одан кейін 18011-ді 83-ке бөлеміз, 217. 158-ге 217-ні қосамыз, 375. 1632-ге 375-ті қосамыз, 2007 деген сан шығады. Сонда жауабы Ыбырай Алтынсарин атындағы марапат 2007 жылы берілген екен. Екінші тапсырманы қараймыздар. Есептеулерге қара, бірінші толымсыз бөлінгішті анықта. Бөлу мен оны тексерудің қалай орындалғанын түсіндір. Мына жерде 4569-ды 23-ке қалай бөлеміз? Әуелі 23 санын қараймыз. Біздер 4-ке бөле алмаймыз, 45-ке бөле аламыз. 45-ті 23-ке бөлгенде 1-ден береміз. 1-ді 23-ке көбейтеміз, 23. 45-тен 23-ті азайтамыз, 22 қалды. Жоғардан 6-ны түсіреміз. 226-ны 23-ке бөлген кезде 9-дан береміз. 9-ды 23-ке көбейтеміз, 207. 226-дан 207-ні азайтамыз, 19. Жоғардан 9 санын түсіреміз, 199. 199-ды 23-ке бөлеміз, 8-ден береміз. 8-ді 23-ке көбейткенде 184. 199-дан 184-ті азайтамыз, 15 қалады. 15 бұл қалдық. Қалдықпен бөлуді тексеру үшін 198-ге 23-ті көбейтеміз және қалдық санын қосамыз. Екінші тапсырмаға қараймыз. 384.545-ті 22-ке бөлеміз. 17479 және 7 қалдық шығады. Міне бұл бізде біріншісі. Енді қалдықпен бөлуді тексереміз. 17479-ды 22-ке көбейтеміз және қалдық санын қосамыз, 7-ні. Сонда 384.545 шығады. Екінші тапсырманы қараймыз. 907.654-ті 25-ке бөлеміз. 36306 және 4 қалдық шығады. Міне бұл бізде екінші өрнек, мына жерде тұр. Және оны тексереміз. 36306-ны 25-ке көбейтеміз және 4-ке қосамыз. 907.654. 436.680-ді 17-ге бөлеміз. 25687 және 1 қалдық қалады. 1 қалдық қалады. Оны тексереміз. 25687-ні 17-ге көбейтеміз, 1 қалдықты қосамыз. Сонда 436.680 шығады. 204.261-ді 26-ға бөлеміз. 7856 және 5 қалдық қалады. Енді тексереміз. 7856-ны 26-ға көбейтеміз, 5-ті қосамыз. 204.261. Келесі 269.093-ті 43-ке бөлеміз. 6257 және 42 қалдық қалады. Бұл жерде 5-шісі, мына жерде тұр, мына 42 қалдық қалады. Тексереміз. 6257-ні 43-ке көбейтеміз, 42-ні қосамыз. 269.093. 23045-ті 54-ке бөлеміз. Сонда 426 және 41 қалдық шығады. 426-ны 54-ке көбейтіп, 41-ді қосамыз. 23045 саны шығады. Ол бізде мына жерде тұр, 60-шысы. Қалдықпен бөлудің жазбаша орындалуын осы жерден қарасаңыздар болады. Енді үшінші тапсырмаға қараймыз. Есептеп, дұрыстығын тексер. 68120-ны 65-ке бөлеміз. 1048.
1048-ді 65-ке көбейтеміз. 68120. 77110-ды 22-ке бөлеміз. 3505. 3505-ті 22-ке көбейтеміз. 77110. 302.520-ны 12-ге бөлеміз. 25210. 25210-ды 12-ге көбейтеміз. 302.520 шығады. Енді төртінші тапсырмаға қараңыздар. Бөлінгішті қалай табуға болатынын түсіндір. Есепте және тексер. Мына жерде бөлінгіш бізде белгісіз. Бөлеміз 32-ге. Және 7-30 қалдық шығып тұр. 254 саны қалай шықты? 7-ні көбейтеміз 32-ге. Және оған 30 қалдықты қосамыз. 7-ні 32-ге көбейтеміз, 224 шығады. 224-ке 30-ды қосамыз. Мына 254 сан шығады. 254-ті мына жерге қоямыз. Енді келесін табу үшін 60-ты көбейтеміз 80-ге, қосамыз 53-ті. Сонда бізде 4853 шығады. Келесі 8-ді көбейтеміз 33-ке, қосамыз 31 қалдықты. Сонда 293 шығады. 29-ді көбейтеміз 50-ге, қосамыз 15-ті. 1465 шығады. Осылай бөлінгішті осылай табамыз балалар. Яғни бөліндінің мәніне бөлгішті көбейтеміз және қалдық санын қосамыз. 5-ші тапсырманы қараңыздар. Есептерді шығар. Тарихи орындарға бару үшін әрқайсысы 12 оқушыдан тұратын 21 топ жолға шығуға дайындалды. Оларға жолға шығу үшін әрқайсысында 14 орындығы бар шағын автобустар бөлінді. Оқушыларға барлығы қанша шағын автобус қажет болды? Берілген жазамыз. 21 топ 12 оқушыдан. Автобустар 14 орындан. Бөлінді қанша автобус белгісіз. Табу бірінші барлық оқушылардың санын тауып аламыз. Ол үшін 12-ні 21-ге көбейтеміз. 252. Енді қанша автобус бөлінген табу үшін, мына жерде әр автобуста 14 орын деді ғой. Енді 14 орынды барлық оқушылар санын 14 орынға бөлеміз. 252-ні 14-ке бөлеміз, 18 автобус шығады. Жауабы 18 шағын автобус қажет болды. Әсін қарайық. Автобус аялдамаға дейін 68 км/сағат жылдамдықпен бірнеше сағат жүрді. Қалған жолды ол 65 км/сағат жылдамдықпен 4 сағатта жүріп өтті. Барлық жүрген жолы 464 км болды. Автобус жолдың бірінші бөлігін қанша сағатта жүріп өтті? Алдымен берілген жазамыз. В1, яғни аялдамаға дейін ол 65 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Одан кейін қалған жолды аялдамаға дейін 68 км/сағат, қалған жолды 65 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Ол бізде В2 болады. 65 км/сағат. 4 сағатта жүріп өтті. Яғни Т2 4 сағат болады. Яғни қалған жолды 4 сағатта жүріп өтті. Ол белгілі. Ал аялдамаға дейін 68 км/сағат жылдамдықпен ол қанша сағат жүргені белгісіз. Сондықтан Т2 белгісіз болады. Ара қашықтық белгілі. С бізде 464 км. Әуелі біздер С2-ні тауып аламыз. Яғни қалған жолдың ара қашықтығын тауып аламыз. Ол үшін 65-ті 4-ке көбейтеміз. Енді бірінші жүрген жолдың жылдамдығын табу үшін С-тан С2-ні азайтамыз. 464 км-ден 260 км азайтамыз. 204 км шығады. Енді бірінші жүрген жолының уақытын табу үшін ара қашықтықтан жылдамдықты бөлеміз. 204 км-ді бөлеміз 68 км/сағатқа 3 сағат. Жауабы жолдың бірінші бөлігін автобус 3 сағатта жүріп өтеді. 6-шы тапсырманы қараймыз.
Әкесі мен анасы пойызбен барып қайтуға әрқайсысының бағасы 16.800 теңге тұратын билеттер сатып алды. Есептесу үшін ішінде 180.000 теңге бар банк карточкасын берді. Қонақ үйде оларға таңдау үшін бірнеше бөлме ұсынды. Люкс бөлме тәулігіне 18.000, жайлы бөлме тәулігіне 14.500, стандарт бөлме тәулігіне 9.200 теңге. Тәулігіне тамақтану құны адам басына 5.000 теңге болатынын есепке алғанда, осы бөлмелердің бірін 5 тәулікке жалға алуға карточкадағы қалған ақша жете ме? Әртүрлі нұсқаларды қарастыр. Қараңыздар, карточкада 180.000 теңге бар, барып қайтуға билет 16.800 теңгеден. Және тамақтануға тәулігіне 5.000 теңге кетеді 5 күн 2 адамға. Барлығы белгісіз және қанша теңге қалады? Карточкадағы ақша жете ме? Бұл белгісіз. Міне ұсынылды банағы люкс бөлме 18.000 теңге тәулігіне, жайлы бөлме 14.500 теңге тәулігіне, стандарт бөлме 9.200 теңге тәулігіне. Табу үшін әуелі 2 адамға пойыздың билетін бағасын біліп аламыз. Ол үшін 16.800-ді 4-ге көбейтеміз, 67.200. Тамақтануға бір күнде 2 адамға қанша кететінін табу үшін 5.000-ді 2-ге көбейтеміз, 10.000 теңге. 5 күнге қанша кететінін табу үшін 10.000-ді 5-ге көбейтеміз, 50.000 теңге 5 күнде тамақтануға кетеді екен. Жауабы, карточкадағы ақша стандарт бөлмеге жетеді екен. 7-ші тапсырмаға қараңыз. Есептің шартын диаграммадағы мәліметтермен толықтырып, оны шығар. Мектеп театрының оқушыларына көйлек тігуге 5 метр мата, ал белдемше тігуге 3 метр мата қажет. 12 көйлек тігілді. Белдемшеге қарағанда көйлек 2 есе артық тігілді. Көйлек пен белдемшеге барлығы қанша метр мата жұмсалды? Берілген жазамыз. Көйлекке 5 метрден 12 көйлек тігіледі. Ол дейді 2 есе артық белдемшеге қарағанда. Бір белдемшеге 3 метр мата қажет, және ол қанша белдемше тігілгені белгісіз. Барлығын табуымыз керек. Белдемшенің санын табу үшін 12-ні 2-ге бөлеміз, 6. Сонда 6 белдемше тігілген екен. Енді 6 белдемшеге қанша метр мата кеткенін табу үшін 6-ны 3-ге көбейтеміз, 18 метр. Көйлекке кеткен матаны табу үшін 12-ні 5-ге көбейтеміз, 60 метр. Енді барлық матаны табу үшін белдемшеге кеткен мата мен көйлекке кеткен матаны қосамыз. 18 метрге 60 метрді қосамыз, 78 метр. Барлығы 78 метр мата жұмсалды. 8-ші тапсырма. Ойлан және жауап бер. Әр қорапта бір қызыл шардан бар, ал қалғаны көк шарлар. Бірінші қорапта 15 шар, екінші қорапта 120 шар, үшінші қорапта 200 шар бар. Қорабына қарамай, бір қызыл шар алу мүмкіндігі артығырақ болу үшін шарды қай қораптан алу керек? Жауабы, шарды бірінші қораптан алу керек. 9-ші тапсырмаға қараймыз. Өрнектің мәнін тап. 50.820 мен 33-тің бөліндісіне қосамыз 460-ты. Шыққан санды 208-ге көбейтеміз, 40-қа бөлеміз. Сонда бізде 10.400 шығады. 28.254-ге 34-ті бөлеміз. Және қосамыз, оған 12.505 пен 61-дің бөліндісін. Шыққан санды 20-ға көбейтеміз. Сонда бізде 20.720 шығады. Келесі 259-ды 69-ға көбейтеміз. Бірінші. Одан кейін 1836-ны 27-ге бөлеміз. Ең соңында екеуінен шыққан санды қосамыз. 17.939 деген сан шықты. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.